Аллах тағалаға мақтаулар, пайғамбарымызға сансыз салауаттар болсын. Ассаламу алейкум, құрметті оқырмандар. Біз өздеріңізбенен Аллах тағаланың көркем есімдерінің қазыналарында ұлы сапарда біргеміз. Және де бүгінгі сол сапарымыздағы танысатын керемет есімдеріміздің бірі Әл-Афу есімі. Бұл ұлы есім туралы сөз бастамас бұрын екі тақырыпқа тоқталу қажет: тәубе және кешірім. Алла тағала құлдарына тәубе есігін ашқан. Ол біледі, құлдары кейде дұрыс істейді, кейде қателеседі, кейде бойсынады, кейде бет бұрады, жақсылықта жасайды, жамандықта істейді. Себебі Алла олардың бойына құмарлықтарды салған. Бірақ бұл құмарлықтар егер Алланың нұрымен және тура жолмен бағытталмаса, жойқын күшке айналады. Яғни нәпсі не көтеретін, не құртатын күш екен. Егер тәубе есігі ашылмаған болса, адам күнә жасағаннан кейін үмітсіздікке түсіп, одан сайын күнәға бататын еді. Сондықтан Алла тағала қасиетті Құранда айтады: «Құл я ибадияллазина асрафу аля анфусихим ла тақнату мин рахматилла инналлаха яғфиру зунуба жамиа иннаху хуал ғафурur рахим». Зумар сүресінің аяттары. Айт, ей пайғамбар, ей өздеріне зиян келтірген құлдарым, Алланың рахымынан үміт үзбеңдер. Шын мәнінде Алла барлық күнәларды кешіреді. Ақиқатында ол Алла өте кешірімді, ерекше мейірімді. Бұл діннің ең ұлы ерекшеліктерінің бірі. Адам қаншалықты күнә жасаса да, қаншалықты алыстаса да, егер «Уа Раббым, мен тәубе еттім» десе, Алла «Құлым, қабыл еттім» дейді. Аллаху акбар. Тәубе есігі әрине әрдайым ашық. Нәпсісі жеңгенге, сүрінгенге, адасқанға, құмарлыққа ергенге. Бұл есіктің ашық болуын толықтыратын нәрсе Алланың әл-Афу болуы. Егер ол афу болмағанда, тәубе есігі ашылмас еді. Алла тағала Құранда: «Иннамат тәубату аляллахи лиллазина яъмалуна суа bijahalatin thumma yatubuna min qarib». Тәубе жамандықты білмей жасап, кейін дереу тәубе еткендер үшін дейді. Мин қариб, яғни дереу. Күнә мен тәубенің арасы неғұрлым қысқа болса, тәубе соғұрлым жеңіл болады. Алла тағала тағы да Ан'ам сүресінде кім жамандық жасап, кейін тәубе етіп дүзелсе, Алла кешірімді, мейірімді деген. Себебі Алла әл-Афу, жомарт. Сондықтан тәубені кешіктірмеуге себеп жоқ. Алла тағала тағы да қасиетті Құранда Ниса сүресінде айтады: Алла өзіне серік қосуды кешірмейді, ал одан басқа күнәларды қалағанына кешіреді. Тағы да бір аятында: «Инналлаха яғфиру зунуба жамиа». Алла барлық күнәларды кешіреді деді. Тәубенің дәмін татқан адам ғана оның қадірін біледі. Тәубе еткенде адам Алланың оны қабыл еткенін сезеді деген ғалымдарымыз. Әл-Афу есімінің тілдік мағыналары: бірінші, қаст ету, бағыт алу. Екіншісі, малдың таза халал бөлігі, яғни бұл тілдік мағыналар. Үшіншісі, сұрамай беру. Төртінші, көбею. Бесінші, жою, өшіру. Міне, соңғысы негізгі мағына, яғни өшіру. Жел іздерді өшіргендей, Алла күнәларды өшіруші дейді ғалымдар. Дұғада: «Аллахумма инни ас'алукал афуа вал афия». Ва Алла, сенен кешірім мен амандық сұраймын дейді. Ғалымдарымыз айтады: «Ас-сафх әл-афудан төменірек, яғни толық кешіруден төмен». Себебі кейде адам кешіреді, бірақ ішінде реніш қалады дейді. Имам Ғазали өзінің сөзінде былай деген: «Әл-Афу күнәларды өшіретін, яғни күнәлар жазылған парақ жойылғандай болады» дейді. Пайғамбарымыз да алейхиссалату вассалам өзінің керемет хадисінде бізге осы мағыналарды жүрегімізге орнықтырсын деп былай деп айтады: «Құл шынайы тәубе етсе, Алла оның күнәларын періштелерге де, жерге де ұмыттырады» дейді. Аллаху акбар. Әл-Афу күнәларды өшіреді, кешіреді, жояды. Бұл Әл-Ғафур есімінен де жоғары. Ғафур жазаламайды, ал Әл-Афу күнәні толық өшіреді, тіпті жүректен де. Мысалы, күнәлар жазылған қағаз бар. Ғафур жаза қолданбайды, Афу қағаздың өзін жояды деп түсіндіреді. Юсуф алейхиссалам ағаларымен кездескенде: «Ла тәсриба алейкумул яума». Бүгін сендерге айып жоқ, бұл кешіру. Ал кейінірек айтты: «Ақада ахсана би». Осылай басталады сөзі. Раббым мені түрмеден шығарғанда маған жақсылық жасады. «Мен ба'ди ан назаға шайтану бейни ва бейна ихвати». Шайтан арамызды бұзғаннан кейін. Бұл толық өшіру, кінәні мүлде ұмыттыру. Яғни Раббым маған жақсылық жасады, мені түрмеден шығарды дейді. Ол құдықтан шығарды демеді,
ол сөзді мүлдем қолданбады. Демек, бұл жай кешіру емес, толық кешіру, афу. Өйткені ағаларының істегенін мүлде еске алмады. Егер еске алып жазаламаса, бұл ғафур болар еді. Бірақ ол мүлде еске алмады, сондықтан бұл афу деп түсіндіреді ғалымдарымыз. Имам Ар-Рази әл-ғафу есіміне екі негізгі мағына береді. Біріншісі жою, өшіру. Арабтар көшіп кеткенде олардың тұрақтарының ізі қалады. Уақыт өте жел оны өшіреді. Бұл афа деп жойылды деген сөздің түпкі мағынасы деп түсіндірген. Сол сияқты Алла күнәлардың ізін толық жояды. Тіпті адамның жүрегінде қалған естеліктерді де өшіреді. Өйткені кейде адам күнәсін есіне алса ұялады, қиналады. Ал Алла әл-афу оны да өшіріп тастайды. Кейде адам бір сөз айтып, соған қатты ұялады, бірнеше күн ұйықтай алмайды, бірақ уақыт өте ұмытады. Бұл Алланың мейірімі. Егер бәрін ұмытпасақ, өмір сүру қиын болар еді. Ұмыту Алланың рахымы. Адам өлгенде миы да, жады да жойылады. Қияметте ол таза, нұрлы күйде қайта тіріледі дейді ғалымдар. Егер тәубемен өлсе, бұрынғы күнәлар мүлде еске алынбайды. Демек, әл-афу күнәні толық өшіру, жазбадан да, жүректен де. Алла тағала қасиетті Құранда: «Илля мен таба ва амана ва амила амалан салиха, фа улаика юбаддилуллаху сайyiатихим хасанат». Фурқан сүресінің аяттары. Кім тәубе етіп, иман келтіріп, ізгі амал жасаса, Алла олардың жамандықтарын жақсылыққа ауыстырады. Бұл тек өшіру емес, ауыстыру. Екінші мағына: «Уаясәлунәка маза юнфиқун». Құлил афу. Бақара сүресінің аяттары. Сенен не жұмсау керектігін сұрайды. Айт, ай пайғамбар, артығын. Бұл жерде әл-афу артық, сый, береке деген мағынаны береді дейді. Демек, әл-афу екі мағына береді. Біріншісі теріс мағына, яғни жою, күнәні өшіру деген. Екіншісі оң мағына, беру, артық, сый беру деген сөз. Яғни Алла күнәні жояды, орнына сый береді. Ғалымдарымыз бұл тазарту және көркемдеу деп түсіндірген. Мысалы, лаз ыдысты жуып қана қоймай, оған хош иісті сусын құюдың мысалы секілді дейді. Кейбір ғалымдарымыз айтады: әл-афу жүректерден күнәнің қараңғылығын жояды, орнына мейірім мен нұр береді. Имам Қушайри да өзінің еңбегінде айтады: әл-афу күнәларды жазбалардан өшіреді, жүректерден де ұмыттырады, әрі жазаламайды. Сондықтан саған тек айту керек болды дейді. Уа Раббым, мен тәубе еттім, әл-афу есіңмен мені ғафу етші. Пайғамбарымыз да алейхиссалату вассалам керемет мынандай хадис арнады: Алла құлының тәубесіне жоғалғанын тапқаннан да, бедеу әйелдің бала тапқанынан да, шөлдегеннің суға жеткеннен де артық қуанып риза болады деген. Әл-афу есімі Құранда 39-дан астам жерде келген. Соның бірі Ниса сүресінде: «Фа улаика асаллаху айяфуа анхум ва каналлаху ғафуан ғафура». Міне соларға Алла кешірім етуі мүмкін. Алла кешірімді ғафур десе, ва каналлаху ғафуан ғафура. Алла әрдайым кешірімді. Афур. Бұл кәна сөзі Алланың есімдері ежелден бар екенін білдіреді. Яғни Алла бар болғаннан бері афу және ғафур, алим және хаким. Алла тағала Ниса сүресінің аяттарында айтады: жақсылықты ашық жасасаңдар да, жасырсаңдар да, немесе жамандықты кешірсеңдер, Алла кешірімді және құдіретті. Негізгі қағида, құрметті оқырмандар, Алланың сифаттарымен көркемденіңдер деген қағида. Егер Алла кешірімді болса, сен де кешірімді бол. Егер Алла сабырлы болса, сен де сабырлы бол. Алла тағала қасиетті Құранда былай дейді емес пе: «Зәлика ва ман ақаба мимислихи ма уқиба бих. Инналлаха лафуун ғафур». Ақиқатында Алла кешірімді, ғафур деп аяқтаған керемет аяты. Неге әл-ғафу есімі әл-ғафур мен бірге жиі келіп отырады деген сұрақ келсе, оның жауабы ғалымдарымыз айтады: ғафур жазаламайды, ғафу күнәні мүлде өшіреді, ұмыттырады. Бұл ең жоғары дәрежедегі кешірім. Кейде адам кешіре алмайды, өйткені адам әлсіз. Алла бұндай әлсіздіктен пәк. Алла өте ұлы мәртебелі. Сондықтан Алла тағала: «Фа инналлаха кана афуан қадира». Алла афу, яғни кешірімді, әрі құдіретті. Яғни ол кешіруге толық құдіретті. Иса алейхиссалам қасиетті Құранда былай деп айтқаны туралы Аллах тағала бізге келтіреді Маида сүресінде: егер оларды азаптасаң, яғни өзінен кейін
ол алып келген дінді бұрмалағандарға қатысты айтып жатыр. Олар сенің құлдарың, ал кешірсең, афу етсең, сен құдіреттісің және данасың. Яғни Алланы ешкім сұрай алмайды, неге кешірдің оларды деп, өйткені ол Алла өте ұлы және әр ісі даналыққа толы. Маңызды мәселе дейді ғалымдар. Кейде адам бір күнәні қайта істеп тәубе етеді, сонда өзіне сенім азаяды, Алламен байланыс әлсірейді. Не істеу керек бұндай жағдайда? Егер бір адам басқа біреуге жамандық жасаса, бұл олардың арасына перде болады. Ал егер сыйлық берсе, қарым-қатынасы түзеледі. Сол сияқты күнә мен құлдың арасында да перде пайда болады. Оны не жояды? Әрине, жақсы амал дейді ғалымдар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам керемет 3 қағиданы айтқан хадисі: «Иттақиллаха хайсума кунт, ва атбиғи сайyiатал хасанат, тамхуха ва халиқин наса би хулуқин хасан». Қайда болсаң да Алладан қорық, тақуалық қыл. Жамандықтан кейін жақсылық жаса, ол оны жояды. Адамдармен жақсы, көркем мінезбен қарым-қатынаста бол деген. Демек, тек тәубе емес, күнәнің артынан жақсылық жасау да қажет екен. Бұл жүректегі ауырлықты жояды. Мысалы, қажылықта тәмәттүқ қажылығын жасаған адам хәди құрбандығын шалады, ал қиран қажылығын жасаған адам шүкір құрбандығын шалады. Яғни кемшілікті садақа түзетеді дейді ғалымдарымыз. Имам Абу Ханифа рахимахулла әр анты үшін 1 динар садақа беретін болған. Себебі Аллах Тағала Құранда «Уахфаду айманакум», анттарыңды сақтаңдар деген аятқа ол кісінің амалы. Күнә жүрекке жара, жақсы амал сол жараны емдейді дейді ғалымдар. Алла Тағала Худ сүресін айтты: «Иннал хасанати юзхибнас сайyiат». Жақсылықтар жамандықтарды жояды. Пайғамбарымыз да алейхиссалату вассалам өзінің хадисінде бізге айтады: жамандық жасасаң, артынан іле-шала дереу жақсылық жаса деген. Тағы бір хадисінде пайғамбарымыз бізге былай деген еді: Алладан кешірім мен амандық сұраңдар. Омар радиаллаху анху қиындық келгенде былай деп айтатын: Аллаға шүкір, бұл дініме зиян келтірмеді. Аллаға шүкір, бұдан да ауыр емес. Аллаға шүкір, сабыр берді. Міне, Ал-Афу есімімен көркемдену, енді бұған қандай амалдар аламыз, қалай көркемденеміз десек, сені ренжіткенді кешіру, саған бермегенге беру, сенімен байланысын үзгенмен байланысу. Алла Тағала Фуссилат сүресінде айтады: «Идфа биллати хия ахсан». Жамандықты ең жақсы амалмен қайтар. «Фа изаллази байнака ва байнаху адауатун кааннаху валиюн хамим». Сонда дұшпаның жақын досқа айналады. Бұл сабырлы адамдарға ғана берілетін ұлы сый. Абу Бакр Сыддық радиаллаху анху туралы мынандай керемет оқиға келеді. Оның қызы Айша радиаллаху анха жала жабылғанда, оның туыстарының ішінен болған Мистах сол жалаға қатысқан еді. Сыддық, яғни Абу Бакр радиаллаху анху оған көмектесетін болған еді сол сәтке дейін. Бірақ осыдан кейін көмегін тоқтатпақ болды. Сонда Алла Тағала мынандай аят түсірді: «Валияфу валиясфаху». Нур сүресінде: араларыңдағы кеңшілік иелері кешірсін, кешірімді болсын деді. «Әла тухиббуна айяғфираллаху лакум». Алланың сендерді кешіруін қаламайсыңдар ма деді. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху бірден былай деді: «Я, әрине қалаймын», және қайтадан оған көмектесе бастады. Міне, бұл Ал-Афу есімінің шынайы көрінісі. Айша радиаллаху анха туралы Ифк оқиғасында былай риуаят келеді. Айша радиаллаху анха былай деп айтты: маған жала жабылғанда Алла мені ақтады. Абу Бакр әкем Мистаққа туыстығы үшін көмектесетін еді, бірақ ол мен туралы жалаға қатысқан соң енді оған ешқашан көмектеспеймін деді. Сонда Алла Тағала аят түсіріп былай деген еді: араларыңдағы кеңшілік иелері туыстарға көмектесуді тоқтатпасын. Сонда Абу Бакр радиаллаху анху бірден бұл аят түскен кезде: я, Алланың мені кешіруін қалаймын әрине, және қайтадан Мистаққа көмегін осылай жалғастырған еді. Бұл адам көтере бермейтін деңгей. Ойланып қараңызшы, өзіңнің қызыңа жала жапқан адамға қайта жақсылық жасау, бұл шынайы иманның және биік иманның белгісі. Алла Тағала қасиетті Құранда айтады: «Валияфу валиясфаху әла тухиббуна айяғфираллаху лакум». Кешірсін, кешірімді болсын, Алланың сендерді кешіруін қаламайсыңдар ма деді. Шын мәнінде Алла бізге тек кешіруді ғана емес, жақсылық жасауды да бұйырады. Ол қасиетті Құранның аятында «Васариу иля мағфирати мин раббикум» деп басталған аятта «Лиллазина юнфиқуна фиссарраи ваддарра вал казиминал гайза вал афина анин нас валлаху юхиббул мухсинин» деп аяқтады. Али-Имран сүресінің аяттары. Кеңшілікте де, таршылықта да жұмсайтындар, ашуын жұтатындар, адамдарды кешіретіндер,
Алла жақсылық жасаушыларды жақсы көреді деді. Кім Алламен байланысы мықты болса, осы дәрежеге қол жеткізеді дейді ғалымдар. Адам кешірсе, Алла оның жүрегін тыныштық пен иманға толтырады. Ал кек алса, жүрегі тарылып, уайым мен мазасыздыққа толады. Кекшіл адам, жүрегі ауыр адам, кешірімді адам, жүрегі жеңіл адам. Сен біреуді кешірсең, оны жоғалтпайсың, керісінше жеңіп аласың. Адамды ұту дүниені ұтудан да артық деген ғалымдар. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам кейбір адамдарды ауыр қылмыстар үшін жазалауды бұйырған еді. Солардың бірі Айкрима ибн Абу Джахл. Бірақ ол кейін тәубе етіп мұсылман болып келді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтты: сендерге Айкрима мұсылман болып келді, оның әкесін жамандамаңдар, өйткені өлікті жамандау тіріні ренжітеді, ал өлікке жетпейді. Бұл кешіру ғана емес, құрмет көрсету. Құрметті оқырмандар, қорытындылай кеп айтатын болсақ, Алланың Әл-Афу есімі бізді тек үміттендіріп қана қоймайды, бізді сол сипатпен көркемденуге шақырады. Мінекей, біз өздеріңізбенен Аллах тағаланың көркем есімдерінің қазыналарының ішінде жасырын жатқан керемет есімдерінің бірі Әл-Афу есімімен таныстық. Бұл есімнің білімі мен нұрын жүрегімізге құйсын. Осы есіммен, білімдерімен айналаңызбен, жақындарыңызбен бөлісіңіз. Олар да Әл-Афу болған Раббыларын танысын.